Сырттай да, іштей де Алладан қорқу керек дейді. Я, сырттай бүкіліміз, субханалла, альхамдулилlah, астағфирулла, сондай да. А іштей ешқандай қорқыныш жоқ. Сондай адамдар бар. Түсініп отырсыз, іштей де қорқу керек адам. Мынау ешкім көріп тұрған жоқ қой деп жаңа. Ешкім біліп тұрған жоқ қой деген нәрсені аулақ болу керек та. Сол үшін де адамның иманы қашан сыналады? Өзі жалғыз қалып қалған кезде дейді. Әрқайсымыз өзімізді білеміз ғой. Көзіңізге елесең, жалғыз қалып қойғанда не істейсің? Жалғыз қалып қойғанда намазың қалай оқылады? Жалғыз қалып қойғанда Құран оқисың ба? Әлде жалғызбын ғой деп басқа нәрсемен іспен айналысасың ба? Бірдеңе тыңдайсың ба? Bir нәрсе көресің ба? Алланың рұқсат етпеген нәрсені істейсің ба? Жалғыз қалып қойған кезде өте қатты сыналамыз біз.